Назарбаевтың жерлейтін орын дайындап жатыр. Бұған не себеп? Сәлем қымбатты көрермен, арнамызға қош келдіңіздер. Әлемде және де Қазақстанда болып жатқан ең үздік жаңалықтарды ең біріншілерден болып білгіңіз келсе, видеоролик астындағы подписация және де лайк түймесін басыңыз. Лайк түймесін басқан қолдарыңыз дерт көрмесін, ал ендеше бастадым. Назарбаевты жерлейтін орнын дайындап жатыр. Уәлибек Әбдірайымов мәлімдеме жасады. Әзілкеш әрі танымал актер Уәлибек Әбдірайымов Айран бағдарламасында берген сұхбатында елдің бұрынғы президенті Нұрсұлтан Назарбаевқа қатысты ерекше әзілін айтты. Ол Түркістан өңірінде жүрген кезіндегі Назарбаевқа арналған мазар дайындалып жатқандығын естіген сәтін күлкіге айналдырғандығын баяндады. Әртістің айтуынша, бұл уақиға шынымен болған, бірақ кейіннен көпшілік арасында әзілге айналып кеткен. Түркістан қасымызда ғой. Бір барғанымызда таныстырып жүрген жігіттер. Мына жерде Нұрсұлтан Назарбаев жатады екен, соған дайындалып жатыр екен дейді. Сонда мен мынау ма деп таңғалдым. Сосын жақсы болды, осында Абылай хан, Жолбарыс хан сияқты ұлы тұлғалар жатыр, сабайтын шығар дедім. Әдемі болып тура ортасына түсетін болды. Осы араға жатса дұрыс болар еді дедім, деп күлді Уәлибек Әбдірайымов. Әзілкештің бұл сөзі әлеуметтік желіде қызу талқыланып, көрермендер әртүрлі пікірлерін білдіруде. Бізді тамашалауды жалғастырыңыздар және де осыған ұқсас сізге де ақпарат үшін қызықты болса, арнамызға жазылып лайк түймесін басыңыз.